Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге трайфл десертін жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге қажетті заттар: бисквит үшін 4 жұмыртқа, 120 грамм қант, қопсытқыш және ванилин. Екеуі де 1 немесе 1,5 кішкентай қасықпен өлшенуі керек. Какао ұнтағы 20 грамм және 150 грамм ұн. Арнайы табаққа 4 жұмыртқаны және 120 грамм қантты салып, миксер немесе блендермен араластырамыз. Бисквитті дайындамас бұрын табақтың ішін мұқият тексеріп алыңыз. Себебі ішінде бір тамшы су немесе табағыңыз ылғал болатын болса, бисквит көтерілмей қалуы мүмкін. Немесе жұмыртқа мен қантты араластырғанда дұрыс көпірмей қалуы да мүмкін. Дайын болған сұйықтыққа ұн, қопсытқыш және какаоны араластырып, електен өткіземіз. Және ұнның бәрін бірден салмай, аз-аздан салып араластырамыз. Бисквиттің қамырын араластырған кезде силиконовая лопатка немесе ағаш қасықпен араластырған дұрыс, темір қасықпен араластыруға мүлдем болмайды. Және тек бір бағытқа асықпай араластыру керек. Бисквиттің қамыры дайын болды. Енді духовкаға 180 градуста 10-15 минутқа салып пісіреміз. Трайфлдың креміне 600 грамм сливки және 50 грамм сахарная пудра қажет. Сливкиді көпіріп болған соң ғана сахарная пудраны салып, силиконовая лопаткамен немесе ағаш қасықпен араластырамыз. Темір қасықты кремге немесе бисквитті жасап жатқанда мүлдем жолатпаңыз, себебі десерт ащы болып қалуы мүмкін. Глазурды дайындау үшін кастрөлдің ішіне аздаған су құйып, үстіне шыны ыдысты қойып, шоколадты ерітеміз. Толық еріп болған соң 200 грамм сливкиді құйып, тез араластырамыз. Және сливкидің бүкілін бірден құюға болмайды, оны 2 немесе 3-ке бөліп құйып отырамыз. Біздің шоколадты глазурымыз дайын болды. Трайфл десертін кез келген өзіңіздің қалауыңыздағы ыдысқа видеодағы көрсетілген қадамдармен құрастырсаңыз болады. Трайфлдың арасына бананды салу міндетті емес. Сіз өз қалауыңыз бойынша басқа да жеміс-жидектерді қолдансаңыз болады. Бисквит пен бананның үстіне крем жағып болған соң, тоңазытқышқа 10-20 минутқа салып қойыңыз. Егер шоколадты бірден кремнің үстіне қоятын болсаңыз, крем еріп кетуі де мүмкін. Трайфлды безендіру үшін мен кокосовая стружка, жер жаңғақ және қызыл түсті сердечкаларды қолдандым. Осымен біздің өте нәзік, балмұздақ сияқты трайфл десертіміз дайын болды. Сіздерге рецепт ұнаған болса, каналымызға жазылыңыз, осы видеоға лайк басып,
комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.